Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Тілдарын облыстық тілдерді оқыту орталығының оқытушысы Сайран Тұрсынбайқызы. Добрый день, уважаемые зрители! Вместе с вами преподаватель областного центра обучения языкам Тілдарын Сайран Тұрсынбайқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ тіліне тән ү, і, ғ дыбыстары. Тема нашего сегодняшнего урока – специфические звуки казахского языка ү, і, ғ. Ү дыбысы дауысты, еріндік, жіңішке дыбыс. Ү дыбысын айтқанда ерін дөңгеленеді. Тіл алға созылып, тілдің ұшы тістің төменгі жағына тіреліп, иек көтеріледі. Сөздің басында, ортасында кездеседі. Ү – мягкий, губной, узкий гласный звук. При произношении звука «ы» губы округляются, язык продвигается вперед, кончик языка упирается в нижний ряд зубов, подбородок приподнимается. Встречается в начале, в середине слова. Мысалы, например, үкімет, правительство. Үкімет, правительство. Үміт, надежда. Үміт, надежда. Бүгін, сегодня. Бүгін, сегодня. Күн, день. Күн, день. Түн, ночь. Түн, ночь. Гүл, цветок. Гүл, цветок. Үйрек, утка. Үйрек, утка. Ү дыбысы дауысты, езулік, жіңішке дыбыс. Ү дыбысын айтқанда тіл алға қарай созылып, тілдің ұшы тістің төменгі жағына тиеді. Сөздің басында, ортасында және соңында кездеседі. Ү мягкий, негубной, гласный звук. При произношении звука «э» язык продвигается. Кончик языка касается нижних зубов. Встречается в начале, в середине, в конце слова. Мысалы, например, «іс» – дело. «Іс» – дело. «Іні» – младший брат. «Іні» – младший брат. «Сіңілі» – младшая сестренка. «Сіңілі» – младшая сестренка. «Тіл» – язык. «Тіл» – язык. «Әріптес» – коллега. Әріптес – коллега. Белгі – знак. Белгі – знак. Сүлгі – полотенце. Сүлгі – полотенце. Ғ дыбысы дауыссыз, ұяң дыбыс. Ғ дыбысын айтқанда тілдің артқы бөлігі таңдайдың артқы бөлігіне жақындап, ауа екеуінің арасынан өтеді. Сөздің басында, ортасында кездеседі. Ғ – звонкий согласный звук. При произношении звука «г» задняя часть языка приближается к заднему краю неба, и воздух проходит между ними. Встречается в начале, в середине слова. Мысалы, например, ғимарат – здание. Ғимарат – здание. Ғалым – ученый. Ғалым – ученый. Ғарыш – космос. Ғарыш – космос. Жағдай – ситуация. Жағдай – ситуация. Сағат – часы. Сағат – часы. Ағаш – дерево. Ағаш – дерево. Баға – оценка. Баға – оценка. Енді осы әріптерге байланысты сөздерді қайталап тыңдаңыздар. Теперь еще раз прослушайте слова, связанные с этими буквами. Ү әріпі, буква Ү. Үкімет, правительство. Үміт, надежда. Бүгін, сегодня. Күн, день. Түн, ночь. Гүл, цветок. Үйрек,
утка. Әріпі буква Іс, дело. Іні, младший брат. Сіңілі, младшая сестренка. Тіл, язык. Әріптес, коллега. Белгі, знак. Сөлгі, полотенце. Ғ әріпі буква Ғ. Ғимарат, здание. Ғалым, ученый. Ғарыш, космос. Жағдай, ситуация. Сағат, часы. Ағаш, дерево. Баға, оценка. Осымен кезекті сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше. На этом очередной урок закончен. До следующей встречи.